Всем ассаламу алейкум. Я в гостях у Махмуда Атафовича Миралиева. Вот, просто мы его пост читали, все видели в Фейсбуке многие насчет закрытого неба. Почему в Атрау дорогие билеты на самолеты? Почему закрытое небо именно в Атрау, а не в других городах? Вот я хотел бы поинтересоваться, чтобы для наших подписчиков просто. Объясните, пожалуйста. Объясняю. Біздің Атыраудағы аэропорт Казахстандағы, по-моему, единственный аэропорт, который действует режим закрытого неба, да? Жабық аспан. Жабық аспан. Басқа аэропорттардың бәрінде ашық аспан, да? Енді мысалмен айтайық, чтобы понятно было. Вот Атырау мен Стамбулдың ортасын алайық, и Ақтау мен Стамбулдың ортасын алайық. Енді Ақтау біздің көрші ғой, қасымызда сосеттер. Барлық параметрлар бізге келеді де, жақын манағы не. Атырау мен Стамбул мен Ақтау мен Стамбулдың ортасындағы ара қашықтықтың разницасы 150 километр бар болғаны. То есть Атырау 150 километрге Стамбулдан алыс. Басқа параметрларының бәрі бірдей. Дұрыс қой, да? Дұрыс. Атырау мен Стамбулдың ортасындағы билет пен Ақтаудың Стамбулдың ортасындағы билет 80%-тен 100%-ке дейін қымбат. Хотя расстояние бойынша алған кезде ол деген где-то 3,5%, ну 8%-ке дейін қымбат болу керек. Болды. Неге? Потому что бізде Атыраудан ұшатын тек қана бір авиакомпания. Астана мен Флайерстан основном қолданатын. Екеуінің қожайыны бір, значит олар бір компания деген. Қожайындары британцы, по-моему. Ақтаудан ұшатын бәленбай компания. Олардан Стамбулға Air Astana да ұшады, Скат да ұшады. Дубай, Флай Дубай. Флай какой-то там. Эмираты. Конкуренция. Туркиш ұшады, мана конкуренция көп. Сосын бүкіл мана халықтың бәрі Ақтауға ұшады, да? Енді разницаны қара сен. Билет арзан. Неге билет арзан? Ақтауда деген билет Атыраудан қымбат болу керек. Неге десеңіз, ол жерде ең бірінші ұшатын авиакомпанияда, допустим, керосин ғой, да? Керосинді анапыздан алады. Атырауда. Енді анапыздан шығады, ТС-1 деген самолетный топливо деген сөз. Ақтау мен екі ортаға жолдың 1000 километр жолдың ақшасы қосылу керек қой, да? Атырау мен аэропорттың ортасы 5 километр бар болған. Максимум. Ну 10 километр. Разница бар ма? Бар. Ақтауда керосин бізден қымбат болу керек. Бір бағамен алады ғой. Оған Ақтаудың аэропортына 10 сомнан, Атыраудың аэропортына манағы 15 сомнан жібермейді ғой. Бір бағамен алады. Неге? Екінші, аэропорттың манағы ком услугы, да? Свет, газ, су. Ақтауда оның бәрі біздеге қарағанда қымбат болу керек, потому что олар деген суды, светті манағы келетін жақтың бәрі 1000 километр манағы Құлтұққа деген водовод, ұзақ жүреді, да? Оларда керісінше. Аэропорт Ақтауда екі есе үлкен, екі есе жақсы. Туалеттің саны көп, адамның саны көп, да? Ол, значит, баға бірдей ғой. Налогтың ставкасы бірдей ғой, салықтың. Шо Атыраудың компаниясы да, Ақтаудың компаниясы да бір салық төлейді. Зарплатты бірдей алады. Ақтаудың аэропорты, Атыраудың аэропортынан 10 есе көп зарплата алады дегенге мен сенбеймін. Бір приблизительно бір неде манағы бір ракурсте манағы зарплата алады. Ақтауда билет арзан, Атырауда билет қымбат. Неге? Вот неге? Ол манағыдай Air Astana монополизировать алған, закрытый небо, жабық аспан, басқа ешкім ұшпайды. Ол манағы 20 мың иностранец бар Атырауда. NCOC-ді облыста. Олардың бәрі мысалға айына бір рет ұшты дегеннің өзінде, сенің олардың Air Aстананың самолеттері забиты, оның өзі бір-екі направление. Мана неге ұшады? Франкфурт. Жоқ, Франкфуртқа емес. Амстердамға ұшады, Стамбулға ұшады. Основной хаб Стамбул ғой. Содан кейін барып оның билеті қымбат, оның менің нижінің бар. Билеттің бағасын түсіріп, рейстің санын көбейтіп. Так мана ұшатын не бар. Сосын айтады, Атыраудың қазақтары, ой, Атыраудың адамдары самолетпен ұшпайды. Конечно, ұшпайды. Ол неге ұшады? Билет қымбат болғасын. Ал егерде манағыдай аэропортты ашып жіберіп, бәленбай компания ол билеттің бағасы 20 мың, 30 мың теңге болса, Стамбулға не Құрманғазының или Миялыда жүрген практикалар ұшпай ма не? Семьясын алып, манағы баласын алып, әйелін алып, екі баласымен, допустим, 400 мың, 350 мың теңге бүкіл бюджетіне кетеді. Ол бармай ма не? Манағы Стамбулға қыдырып барып келмей ме, суббота воскресеньеге? Сен бармайсың ба? Барам. Мен де баратын едім, жас болатын болсам, бір сиырымды сатып, или кредит алып барам керек болатын болса.
керісінен ол кредит жайлап төлерім, зато әйеліммен, бала шағаммен манағы Стамбулды көрсетіп келемін. А вот про поезд... Солай ма, солай емес? Солай. Алматыға да солай, олар параллельно мана алып қойған. Кеше пойыздың бағасы деген, мен кеше Алматыдан келдім, 40, то ли 45, то ли 47 мың теңге мана люксовый мана несін. Купе, иә, 2 кісілік. А ол Алматының билеті 20 мың теңге, 15 мың теңге болатын болса, ол бармай ба Атыраудың адамдары? Барат, Барат, конечно. Зато экономика Қыдырып келеді, и налоги, и... Бәрі өседі. Адамның манағы жүрген сайын, рейстің саны көбейген сайын, манағы барлық налог өседі. Налог төлеп отыр, авиакомпания, мана Air Astana деген, осы әңгіме. Бәрі төлеп отыр, оның бәрі билеттің бағасында. Адам өскен сайын, ол керосин сатылады, налог төлейді. Жұмысқа адам алған сайын, мана подоходный налог төлейді. Комуслуганы, манағы светтің, судың, газын бәрі төлейді, ол мультипликативный эффект сүйреп кете береді ол. Если, короче, даже Turkish Airlines будет здесь, какая разница, если налоги с билетов берут? Для страны, для бюджета никакой разницы нет. Тек қана өсет компанияның саны көбейген сайын, Air Astana ұшсын, пожалуйста, ол жан-көзі ұшпасын. Ол манағы 1 тиын салып, 1 теңге салып, 50 теңге пайда табады, 1000% пайда табады. 20% тапсын, 30% тапсын, пожалуйста. Мына Ақтаудың компанияларды ұшып отқан жоқ па? Олар ешкім убытық қошпайды. Егер Ақтаудан мана Turkish авиа ұшып атса, значит, онда прибыль бар деген сөз. Онда прибыль болмаса, пайда. Онда ол ұшпайды ол билет отменить етіп тастайды. Түсініп отырсың ба? Иә. Сондықтан мына арадағы бүкіл жабық аспан деген сөз бір компанияның манағы 1-2 адамның прихитына жасалып отқан зат. Біздің әкімшілік, между прочим, осыны отменить еткісі келіп жұмыстанып жүргенде менің енді информацияларым бар ғой, бірталай болды. А оны ана үкімет жібермейді. Министр мана транспорта бар, лоббистер ішінде отырған. Правительство да отыр оның ішінде обязательно. Біреулер отыр ғой. А оны неге жібермейді? Олар Атыраудың халқын ойлап отқан жоқ. Ол манағы Air Астананың Фитер-постер дегеннің қалтасын ойлап отыр. Болды, бітті. Басқа бұл жерде ешқандай мана не жоқ. А егер мананы ашып қоятын болса, любой ұшады, любой жүрет ұшады. Бағасы түседі. Бағасы түседі. Адамдар жүрет. Тот же самый Курмагазинская семья поедет в Стамбул, на море. Атыраудың, олар айтады да, қазақта ұшпайды. Неге ұшпайды? Ұшады. Европаның ішінде, допустим, Прага мен Мадридтің ортасы 2001 километрда 20 евро. 12 мың ба, 13 мың теңге. Самолет. И Америкада солай, значит. Америкада солай. Спокойно барып келеді, спокойно ұшады. Оларда зато міне. Экономика поднимается. Жоқ, адамдарды көп қошқасын. Ана оборот көбейген сайын, манағы... Спрос рождает предложение, по-любому болады. Оборот көбейген сайын, бәрі көбейеді. Ақша көбейеді, налог көбейеді. Ол жерде ешкім ұтылмайды. Бәріне пайдалы. Короче, лоббист. А бұл жерде единственный пайдасыз адам, манағы Air Astana пайданы көп, жұмыс жасамай пайданы көп табу керек. Сол үшін Атыраудың манағы алесын жауып қойған. А ол басқа елге жасамайды, басқа қалаларға. Потому что басқа қалада 20 мың иностранец жоқ, айына бір рет барып келетін. Ол тек қана бізде. Понятно. Түсіндің бе? Понял. Сен Алматының несін жауып қор бар? Алматының аэропортын жауып қарашайшы. Алматының халқы не істер екен? Анда 3 миллион халық. Иә, 2 миллион, 3 миллион халық бар. Не істер екен олар? Ұшырмай қара, тек Air Астананы қойып қой. Астананы жауып қара, Атырауды жауады. Атырауға можно, потому что адамның саны аз деп. Түсіндің ғой, да? Түсінікті. Ну, примерно осылай. Я понял. Ну, ұзақ әңгіме, оның бәрін мана отырып. Короче, все зависит даже от того же топлива. У нас это керосин, у нас производит. У нас все дешевле. Все должно быть. Должно быть. Не, он на самом деле есть. Да. Просто в жерде кто-то стоит. Кто-то получает 5 тенге, а кто-то получает 500 тенге. Тот же лоббист и там тоже в интересах. Я понял тебя. Я понял, да. Да, я дальше там сам доведу. Все, ассаламу алейкум всем, рахмет.